Мен номер 89-шы IT мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Мамырбаева Гүлнара Нышанбайқызы. Педагогикалық идеялар панорамасына 7-ші А сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы балладасы тақырыбында өткен сабағымды ұсынамын. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған. Пас ойлар тұншыққанша, дулғаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Саламатсыз. Бүгін біз сендермен қазақ әдебиеті пәнінен Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы балладасы бойынша сабақ өтетін боламыз. Өткен сабақта біз Мұхтар Шахановтың өмірі жайлы сендермен бірге талқылаған едік, балалар. Ал енді осы Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы балладасы. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту, шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Ал енді балалар, сабақты бастаудан алдын мен сендерге бүгін досыңды бағала әдісін қолданатын боламын. Әркім өзінің қасындағы досын маған бүгінгі сабақта бағалап беретін болады. Сабақтың мазмұнына қарай балалар бесендерді екі топқа бөлдім. Әке және бала тобы. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта ең бірінші сендерге талқылауға арналған сұрақтар бар. Сол сұрақтарға жауап беріп көрейік. Ал оқушылар, сабақта белсенділік танытамыз. Кәне, кім тақтаға шығады, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Кім шығады? Қол көтереміз. Ал, қол көтереміз. Аяғын келе ғой. Ал, басайық. Я? Қандай сұрақ екен оқимыз? Оқи ғой сұрақты. Махамбет жас кезінен бастап ақын болған, 16 жасынан бастап өзінің өлеңдерін шығара бастаған. Тағы да қосып бар ма? Махамбет кім? Жауап берейік. Шаруалар көтерілісінің қолбасшысы және де ақын болған. Иә, шаруалар көтерілісінің қолбасшысы тағы да ақын болған. Бірнеше өлеңдері бар екен. Осылай жауап беру керек еді, жансая бағаланады. Тағы да кім шығады? Келесі сұраққа кім шығады? Ардақ келе ғой. Сұрақты оқи ғой. Поэма ол өлең жолымен жазылған шығарма. Тамаша. Келесі сұраққа кім шығады? Назерке, келе ғой. Ал. Сұрақты оқимыз. Исатай Тайманұлының Махамбетке қатысы бар ма? Иә, және ұсынба. Және? Тағы қосымша? Және қосымша? Аяулым. Ол екеуі бірге шаруалар көтерілісін бастаған. Иә. болған. Екеуі де шаруалар көтерілісін бірге бастаған екен, иә? Жақсы отыра ғой. Аяулым бағаланады. Келесі. Жансен, келе ғой. Ал. Оқимыз. Мұхтар Шахановтың тағы қандай өлеңдері бар? Иә. Мен білетін өлеңдерінен Жәлерке деген өлең бар. Жақсы. Тағы да келесі. Отыра ғой. Кім шығады? Шарифа бірге кел. Қол көтереміз, иә? Белсенділікті танытамыз. Келе ғой.
оқи ғой. Махамбеттің қандай өлеңдерін білесіз? Махамбеттің қандай өлеңдерін білеміз? Төменгі сыныпта жаттаған, өзіміз сүйіп жаттаған өлеңдерінен. Ал, жан сезім? Аңғар күн, қызыл құс, Исатай басшы мен күшті. Тамаша. Жақсы, жан сезім бағаланады. Ал оқушылар, біздің бүгінгі тақырыпқа байланысты жалпы Нарынқұм зауалы. Нарынқұмы Қазақстанның қай жерінде орналасқанын білеміз ба? Қазақстан картасынан көрсетіп көрейік, иә? Кім көрсетеді қане? Ағаке, келе ғой. Иә, Атырау бөктерінде орналасқан екен, иә? Керемет, қошеметтейміз. Ал балалар, Нарынқұм зауалын мен сендерге үйде жаттауға берген болатынмын. Бізде қазір осы шығармадағы әке мен баланың рөлін біз көрсетейік, иә? Оқушылар қалай жаттап келді екен, әке не істеді, бала қалай жауап берді оған. Қане, сахнаға шығамыз. Келді ентелеп. Әке, жүруші едің маған ұғы еппелі, күйеуші едің мал болмайсың деп мені. Сол сөзіңді сірай қайтып аларсың шамасы. Аты жылы Баймағамбет сұлтанның маған берген сыйлығына қарашы. Төрде отырған әкесінің алдына малын басып барды да алтын жіппен әдептелген жағасын сот шертіп тастай салды баласы. Я сөйлем, қандай ерлік көрсеттің, 2 ай бойы қане қайдан жол сөттің. Баласы айтты. Топ бастадық төрт адам Махамбеттің жақына ықылас түгіттеп қосып алды ортаға. Бұл түгелде мынауының ақылы, ертең жетер әңгіме ол бір таңда. Қапасызды қармақ салып, Махамбетті алдап соғып, басын кесіп сыйға тарттық сұлтанға. Ой, залмай, жүзі қара залмай, бұнша залым екеніңді қалай келген танымай. Бұдан өткен зор қасірет болар ма, бұдан өткен зор қасірет болар ма? Деп әкесі жас келуге жаңарға. Қабағымды жаба қалды неге мың, әке сенің қай сөзіңе сенемін? Есімде ме менің бала кезімде Махамбетті жек көремін деген. Рас ұлым, айтылған сұлулықтың тең кезінде мен Махамбетті жек көргем. Әлде кемшін шағын беді ол ақылға, пендер қосалған мен тақымға. Оған себеп, сенің анаң жасына ғашық болған сол Махамбет ақынға. Азаппен ақсы да асау таңдарым, қайрамадым қызғаныштан қанжарым. Іштен тынып жүре берді түзген бол, өзін шексіз құлай сүйген жан бар. Қайран ақын сезген жоқ. Анаң марқұм ол дегенде от жалындап көзінен тамсанатын, қара сатын ізгілікке жалаған, ақын деген телі ақ қосанбаған. Ал ендеше ақ бодатқан пендені қай атаңнан көріп едің оңбаған. Бұл салада сен бірінші адамсың, адам емес ең бірінші намансың. Ұясына көндіреді батқалы, түксиеді меңіреу құмшатқалы. Олар үлкен қара жолға тұсудап бір төбенің басына келіп тоқтады. Мынау төбе саған соңғы шығаршын болатын оғарсың. Сен әрине құралайды көздатқан, атқан оғын бұзатқан. Менің мерген екемді ұмытпаған шығарсың. Деді әкесі құлазып нар көңілі. Ұмытқам жоқ, Деді ол. Кешір мені, таусылды бар амалым, дала заңы, бала заңы қарағым. Деп әкесі қойын алса да. Ал, жарайсыңдар балалар. Ал, олай болса сабақта жалғастырамыз. Ал оқушылар, бүгінгі шығарма кейіпкерлеріне тән берілген сөздерді сәйкестендіріп көрейік, иә? Кім шығады? Бақытжан Аружан. Ал. Жақсы. Махамбет қолбасшы, ақын, күйші, патриот және композитор. Берілген сөздерді оқуға дағдыланайық, иә? Жақсы, отырамыз. Қыдырбай Аяулы. Ал, қайсы сөзді сәйкестендіреміз? Оқимыз. Мұхтар Шаханов, халық жазушысы, ақын, Нобель алтын медаль иегері, профессор. Жарайсың. Жақсы, медет келе ғой. Ал. Оқимыз. Әке қатал, жазалаушы, үкім шығарушы. Керемет, қошеметтеміз. Мақтан, келе ғой. Мансұр. Оқимыз. Бала аңғал, аңқау, терең ойламай. Керемет.
тексеріп көрейік, иә? Сәйкестендіру дұрыс па, бұрыс па? Қайсысы дұрыс орындады? Яғни төртеуі дұрыс орындады. Жарайсыңдар. Оқушылар, қазір постер қорғайтын боламыз. Әке тобы бүгінгі Нарынқұм зауалындағы әке бейнесін Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян шығармасымен, поэмасымен салыстырасыңдар. Ал бала тобы осы Нарынқұм зауалы балладасындағы адалдық пен сатқындықты салыстырасыңдар. Сендерге 1 минут уақыт жылдам топпен жұмыс жасаңдар. Ал балалар, постер қорғауға әке тобы дайын екен. Кәне шығып өзіміздің постерімізді қорғай қояйық, иә? Біздің тақырып Батыр баян мен Нарынқұм зауалын салыстыру. Бастайық. Баян інісін оянды нарысы келгеннен өлтірді. Себебі ол қалмақ қызын алып қашып кетпек болды. Батыр баян махаббаттан емес, халықтың намысы және өзінің намысы үшін ноян інісін өлтірді. Ол кездегі намысшылдық жоғары болған, ар-намысы ер азаматтарда ар-намыс жоғары болғандықтан Батыр баян оған шыдай алмады. Бұл махаббаттан емес, ол ердің намысы өзінің намысына келген істеді. Нарынқұм зауалы әкесі баласын халықтың ары үшін өлтірді. Себебі халықтың сүйікті баласы Махамбет ақынды бала өлтірген болатын. Яғни әкесі адалдығын көрсетті. Ел ары үшін, өз ары үшін, өз туған ұлын құрбандыққа шалды. Қошеметтейміз. Жақсы. Нарынқұм зауалы балладасындағы адалдық пен сатқындық. Әке өз баласы ақынды өлтіргені үшін баласына өлім жазасы дұрыс деп таныды. Бұл жерде адал кейіпкер әкесі болды. Ар-намысқа шыдай алмады. Сатқындық, аңғал бала сатқындық жасады. Халық ақыны жырлалар көтерілісінің қолбасшысы Махамбетті өлтірді. Ақынға сатқындық жасады. Ал оқушылар, бүгінгі тақырыпқа байланысты арнайы дайындалған тест тапсырмаларын орындайтын боламыз. Қастарындағы ноутбукты ашып, топпен орындайсыңдар. Жылдан орындаймыз. Ал балалар, бүгінгі тақырыпқа байланысты тест тапсырмасы бойынша бірінші орынды әке тобы алды, қошеметтейміз. Екінші орында бала тобы алды. Ал оқушылар, бүгінгі сабақтағы белсенді қатысқан екі топ өздерінің бір-бірлерінің қалай қатысқандарын көрдіңдер. Сол бойынша бірінші әке тобы бала тобындағы оқушыларға өздерінің бағасын беріп өтсе. Қай оқушы қайсы тапсырманы қалай орындады? Сендердің ойларыңды тыңдап көрейік. Қане орныңыздан тұрып жауап береміз. Мен бала тобын өте сабаққа белсенді қатысып жүрмін. Жақсы. Мен бала тобына 10 балдан беремін, себебі олар дұрыс жауап берді, тест кезінде бірақ сәл балалар. Уақыттан өтті, жақсы. Постер қорғайтын кезінде одан да кеңірек айтуға болар еді. Жақсы. Бала тобы бізге жақсы қарсылас болды. Жақсы. Сұрақтарға дұрыс жауап берді. Бала тобы бізге бірге жақсы белсенді қатысты. Келесі жолға сәттілік тілеймін. Жақсы. Ал бала тобы әке тобындағы оқушыларға өз бағасын беріп өтсе. Айтамыз. Әке тобы өте жоғары деңгейде қатысты. Жақсы. Жансая. Әке тобы белсенділікті өте қатты танытты. Әке тобы постер қорғау кезінде жоғары деңгейде тапсырманы орындады. Әке тобы көріністе белсенді орындап шықты. Тест тапсырмасы жылдам жақсы орындап шықты. Қарсылас әке тобындағы сыныптастарыма сәттілік. Жақсы, керемет. Отырамыз балалар. Ал енді бүгінгі сабаққа кері байланысты қастарындағы тұрған ноутбукте арнайы чат ашылған, сол чатқа әрбір топ өзінің кері байланысын жазып қалдырады.